Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Сыздықов Асқар Серікболұлы. Мен зерделі ақыл ой дамыту орталығында математика пәнінен сабақ беремін. Егер математика болмағанда қандай пәнді таңдар едіңіз? Мен физика пәнін таңдайтын едім. Мектепте қандай болдыңыз? Мектепте мен сабағым жақсы болды, бірақ тәрбие жағынан күлкіге де жақын болдым. Бірақ сабағым өте жақсы болғандықтан мұғалімдер мені көбінесе мақтайтын. Ұнайтын пән математика және физика екеуі. Ұнамайтын пән де химия болды мен үшін. Бір есептер көп өзінің жазуы, сол жағынан шамалы ұнамайтын. Синус 54 қанша дейді? Қателеспесем, түбір асты 2 минус 1 бөлу 2. What is the capital city of Nigeria дейді. Нигерияның астанасы ма? Білмейді екенмін, шынымды айтайын. Ең сүйікті тағамыңыз ет қой, бешбармақ тағамы. Қазақтың сүйікті тағамы. Сүйікті футбол командаңыз? Мен футболға жақын емеспін, шынымды айтайын. Өзім ойнайын былай негізі, бірақ командаларды жаттап, жанкүйер болып, ондай қызықпайды екен. Өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Ұстаным адал еңбек ету ғой. Барынша адал еңбек етіп, жақсы өзім мұғалім жолын таңдағандықтан, өзімнен асқан шәкірт дайындасам, ең басты мақсат сондай. Бос уақытыңыздан немен айналысасыз? Бос уақытымда мен отбасыға көңіл бөлген жақсы көрем. Ата-анаммен, жұбайыммен, бауырларыммен әзілдесіп, кітап оқып дегендей. Сол жағынан уақытымды өткіземін. Кім ең сұлу дейді? Меган Фокс, Анджелина Джоли емес. Мен үшін ең сұлу мына кісі ғой. Менің жан-жарым. Неге Конорға жанкүйерсіз дейді? Жоқ, жанкүйер емеспін мен. Шынымды айтайын, соңғы рет Хабибпен бойы болды ғой, мен Хабибке жақтастым 100%. Бірақ енді Конордың ұнайды мәнері, бокстасқаны. Зерделі мен үшін сапалы білім, саналы тәрбие ғой, ең бастысы.